беріліп жатқан дәрістерден сұрақтар түсіп жатыр, өте қуантарлық. Осы сұрақтардың түсуі соның бірі мына мешітке қойылған Құрандардың уақып етілу жөнінде мен айтқам. Халифа Алтай ақсақал 90 жылдары Сауд Арабиясының королі қаржыландыруымен сол кездегі Құран таратты Қазақстанға, қаншама мыңдаған. Сол Құранның бетінде Алла жолында уақып етілді, Алла жолында уақып етілді, сатылмайды, сыйға берілмейді деген жазулар. Яғни уақыпқа қойылған деген сөз. Енді ол бетіміне қаншама адамдар кешеге қайтыс болған әбсаттар Смановтың атынан да бауырлары Құран шығарды, тегін уақып қойып таратып жатыр, тегін мешіттерге қойып жатыр, оқу орындарына беріп жатыр. Енді осындайда мынандай сұрақтар туып жатыр. Ондай болса мына дүкендерде сатылып жатқан Құрандар қалай, Құрандарды онда сатуға болмайды екен ғой деп. Жоқ, бұл жерде екі мағына. Біріншісі, Алла ризалық үшін деп жаңа Құрандарды қою, осыны уақып деп айтады. Ал енді дүкендерде сатылған Құран ол Алланың сөзі, әлбетте Алланың сөзі сатылмайды. Бірақ ол кезінде мына мұқтазилиттер деген исламда бір ағым болған, адасушы ағым. Солар кезінде Құран мақлуқ деген, яғни Құран жаратылған, Құран Алланың сөзі емес деген. Сол кездерде ғалымдардың ғалымы Ахмед ибн Хамбал, Алла о кісіден разы болсын, сол исламды, Құранды Алланың сөзі екенін қорғап қалған кісілерден бірі болған. Өйткені Құран кәрімде астазбидан мынандай кәлләмаллаху Муса таклима, Алла тағала Мұсамен сөйлесті деген аят тұр. Яғни Алланың сөзі деген сөз Құран. Бірақ мына Құранның мұқабасы, ішіндегі жазулары, әріптері, қағазы, бұның бәрі жаратылған. Ал ішіндегі сөзі Алланыкі. Сондықтан мұның жасаушылар, мына қазір қағазы бар, мұқабасы бар, жазған кісілердің еңбектері бар, бұлар сатылады. Бұл Құран, сондықтан Құранның өзі сөзі сатылмайды еш уақытта. Бірақ Құранның өзі қазіргі жазылып тұрған осы адамдар қолымен жасаған, оқуға арнап кітап шығарған, ол сатылады. Соның бір мұсылман адам Алла ризалық үшін деп сатып алып, Мекке, Мединеде қазір қасиетті жерлерде мешіттердің ішіне апарып арнайлап тұр, сондай мешітте тұратын Құран бар арнайы. Соны қойып кетіп жатыр. Ол жерде қаншама миллиондаған мұсылмандар оқыған сайын өзіне де, ата-бабасына да, күллі мұсылманға да сауабы тиеді. Әлбетте тек қана Мекке, Мединеде емес, өзіміздің ауылымыздағы мешіттерімізге де Құран қойған сауаптың сауабы. Сондықтан Алланың жолында Құран қоюды шариғатта ол ерікті түрде, мына зекет пен садақадан айырмашылығы, уақып дегеніміз бұл садақаның ең үлкен түрі деп айтсақ болады. Ерікті түрі және үзілмейтін болып жалғаса беретін сауапты түрі ғой. Мешіт салып кетсе, жаңағыдай көпір салып кетсе, бұлақтың көзін ашып кетсе,